күрес барған сайын қиындауда. Вирус жұқтырғандар саны күн санап артып келеді. Алайда, бұған енді кімді кінәлаймыз? Өзіміз. Сақтық шараларын ұстанбаған өзіміз кінәліміз. Енді бұған жол бермеңіз. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Есімім Ботагөз болады. Мен Шымкент қаласы. Өзбекәлі Жәнібеков атындағы номер 19 жалпы орта мектептің ата-анасы боламын. Қазіргі таңда COVID-19-ның, яғни коронавирустың кең таралуына байланысты сіздерді вакцинация салдыруға шақырамын. Біз өз отбасымызбен түгелдей вакцинация қабылдадық. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар, бала-шағаларыңыз аман болсын. Қайырлы күн, қазақ елі. Мен Шымкент қаласы номер 19 жалпы орта мектебінің ата-анасымын. Қазіргі таңда COVID-19 коронавирус динамикасының қарқынды таралуына байланысты сіздерді вакцина салдыруға шақырамын. Мен өзім отбасыммен және 18 жастан жоғары қарай барлық отбасы мүшелерімізге салдырдық. Дендеріміз сау, отбасымыз аман болсын десеңіздер, вакцина салыңыздар. Қайырлы күн, қазақ елі. Мен Шымкент қаласы номер 19 Өзбекәлі Жәнібеков атындағы жалпы орта мектебінің ата-анасымын. Қазіргі таңда COVID-19 коронавирус динамикасының қарқынды таралуына байланысты біз отбасымызбен және 18-ге толған отбасы мүшелерімізбен толықтай вакцина салдырдық. Сіздерді де вакцина салдыруға шақырамын. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Ақыныңа жанашыр бол.